Жаңа ғасыр жауқазына жаушы құм. Сұлу сыр сағасында, теңіздің жағасында. Керемет бір мектеп бар, жаушы құм даласында. Бүгін Түркістан облысы Шардара ауданы Жаушықұм елді мекенінде орналасқан Жаушықұм мектеп-лицей жайында ой толғамақпыз. Жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беруде аянбай еңбек етіп келе жатқан бұл білім ошағы ауданда тұңғыш мектеп-лицей статусына ие болған білім ордасы. Жалпы мектеп-лицейінде 731 оқушыға 109 мұғалім дәріс береді. Мектеп-лицей жанындағы 150 орындық жатақханада мектеп жоқ, алыс елді мекеннің балалары жатып білім алады. Бүгінгі таңда мектеп контингенті жылдан жылға артып келеді. Соңғы 10 жылда 26 сынып комплектісі 38-ге ұлғайған. Мектеп-лицейдің педагог кадрларының тұрақтылығы да жоғары деңгейде. Ғылым академиялық дәрежесі бар педагог кадрлар саны жылдан жылға арта түсуде. Мұғалімдердің біліктілік санатының пайызы әр жыл сайын көтеріліп, соңғы 3 жыл ішінде 41%-дан 71%-ға артып, мектеп-лицейде 1 педагог шебер, 27 педагог зерттеуші, 28 педагог сарапшы, 16 педагог модератор оқушыларды сапалы білімдермен сусындатып келеді. Жаушықұм мектеп-лицейінің тұнық бастауы, құяр сағасы, өзіндік даму жолы, сыр қылып шертер, таусылмас шежіре тарихы жетерлік. 1949 жылы Шардара ауданының Қалғансыр ауылында Қалғансыр бастауыш мектебінің алғаш іргетасы қаланды. 1965 жылы Қалғансыр бастауыш мектебі 8 жылдық мектеп болып қайта құрылды. 1971 жылы жаңадан юбилейіне кең шары құрылды. 1973 жылы білім ордасы юбилейіне 8 жылдық мектеп атауына ие болды. Елді мекендегі халық санының өсуіне байланысты оқушылардың саны көбейіп, 1982 жылы юбилейный орта мектебі болып қайта тіркелді. Әлеуметтік саланы дамытуға бағытталған 100 мектеп, 100 аурухана мемлекеттік бағдарламасының аясында 2009 жылы типтік үлгідегі заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған 600 орындық жаңа мектеп ғимараты салынып, ауыл балаларына пайдалануға берілді. 2011-2012 оқу жылының қыркүйегінде Жаушықұм жалпы орта мектебінің директорының қызметіне Роза Әлімбек қызы Жүнісқұлова тағайындалды. Мектеп басшылығына келе салысымен, біліктілігімен, іскерлігімен, ұйымдастыру қабілетінің жоғарылығымен, алысты болжай алатын қабілетімен көзге түсе бастады. Мемлекетіміздің білім саласын қолдап, шынайы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында ауыл мектебінің балаларын қала мектептерінің дәрежесіне теңестіруді көздеп, білім мен тәрбие беруді жаңаша ұйымдастыруды мықтап қолға алды. Нәтижесінде мектеп әкімшілігінің мамандары мен білікті мұғалімдерінен құралған топ облыстық өрлеу мұғалімдерінің біліктілігін арттыру орталығының мамандарымен бірлесе жұмыс жасап, қысқа және ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлар құрды. Эксперименттік алаңдар ашылып, нәтижесінде 2013 жылы жаратылыстану бағытындағы бірнеше лицей сыныптары ашылды. Бұрынғы орта мектеп облыстық білім департаментінің бұйрығының негізінде Жаушықұм мектеп-лицейі статусына ие болды. Елбасының 100 аурухана 100 мектеп бағдарламасы ауыл мектептер үшін, қала мектептер үшін үлкен бір табыс болды. Соның ішінде мен жаңа қарап отырмын, 3 этажды ғимарат мынандай. Мынау Роза байланыс келіп отыр, мектеп директоры болып, келесі берейік. Келдің қадамынан дейді, тура сол сияқты келгеннен кейін қараңдар, лицей атағын алып отыр. Мынау Шардарада ең бірінші ұлттық нәтижесін беріп отыр. И бұның бәрі ескерілмей қалмайды. 2 жыл көлемді эксперимент алаңда тұрған мектеп бұл, сонда білім басқармасына арнайы берілмен. Лицей атағы беріп отыр, құтты болсын. Сіздердің мектептеріңіз осы лицей болуға жарайтын мектеп екен. Осы тұрғыда жұмыс жасайық, осы бағытқа алыңыздар. Құжаттарыңыз қандай екенін алғашқы таныстық жұмыстарымыз басталған болатын. 100% мұғалімдер таңғы сағат 9-тан түскі сағат 1:30-ға дейін күнде сабаққа қатысып отырды.
Қандай тапсырма берсін, соны орындап қояды. Неге тапсырма берсе, ертеңіне орындап келеді. Сонда мен айтып жатырмын, неге оқуға шақырдыңыз, бұлар бәрін біледі ғой деп. Жоқ, бұны созылған қажеті жоқ, мектеп лицей статусын алуға дайын екені деген сөзбен тамыз кеңесінде әрине біз жаңағы біздің институттың қызметкерлері, институттың басшылары, соның бірі Мұхтар ағай бағыттарымыз осы мектепке жаңашылдық жасаған болатынбыз. Осы жылдар аралығында мектеп ұжымы көптеген жетістіктерге қол жеткізді. 2009 жылдың облыстың таңдаулы мектебі, 2012 жылы ауданның үздік мектебі, 2015 жылы республикадағы білім сапасының қорытындысы бойынша сапалы 100 мектептің қатарына енді. 2015 жылы республикалық сапалы білім сараптамасы бойынша ауыл мектептерінің ішінде екінші орынды иеленді. 2011-2022 оқу жылдарының аралығында мектеп лицей ұжымы ұлттық бірыңғай тестілеу көрсеткіші бойынша аудан көлемінде алғашқы орыннан түспей келеді. 2015-2021 жылдар аралығында мектеп бітірген 227 оқушының 165-і тегін білім грантын жеңіп алды. Жыл сайын мектеп бітіруші түлектердің 70-80% тегін жоғары оқу орындарымен қамтылуда. Ауыл балалары үшін мұның барлығы баға жетпес мүмкіндік болып отыр. Ауыл халқы ұстаздардың еңбегіне дән риза. Республикамыздың түкпір-түкпірінен білім алуға оқушылар ағылып келе бастады. Әр жыл сайын ұсынылған алтын белгі иегерлері де мектеп ұжымының сенімінен шыға білді. 2015-2022 жылдар аралығында 21 алтын белгі иегері мектеп лицей қабырғасынан түлеп ұшты. 2021-2022 оқу жылын 140 оқушы үздік, 260 оқушы екпінді болып аяқтаса, үздік аттестатқа 2 оқушы, алтын белгіге 4 оқушы бітірді. 2021-2022 оқу жылының өзінде түрлі кәсіби байқауға қатысқан 71 мұғалімнің 38-і аудандық, 24-і облыстық, 1-і республикалық байқауда жеңімпаз атанды. Мұғалімдердің кәсіби байқаулардағы рейтингі 63% көрсетті. 2021-2022 оқу жылындағы мұғалімдердің пән олимпиадасының аудандық кезеңде 9 мұғалім, облыстық кезеңде 3 мұғалім жүлдегер атанса, әр түрлі байқауларда 12 мұғалім топ жарды. Ғылыми жобалар конкурсының облыстық кезеңіне дарынды оқушы дайындаған үшін 1 мұғалім құрмет грамотасымен марапатталды. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, жыл сайын мектеп лицейдің шәкірттері түрлі сайыстардан жүлделі орындарды иеленуде. Атап айтар болсақ, ғылыми жоба және кіші ғылыми академия, зерде балалар шығармашылық жобалар мен зерттеу жұмыстары байқауларынан соңғы 3 жылда 22 оқушы аудандық кезеңде, 6 оқушы облыстық кезеңде жүлделі орындарға ие болды. Оқушылардың пән олимпиадасынан соңғы 3 жылда қатысқан оқушылардың 37-сі ауданнан, 10 оқушы облыстан жүлдегер атанып, 1 оқушымыз республикалық пән олимпиадасына қатысып, аудан мектеп мерейін асқақтатты. Соңғы 3 жылда халықаралық деңгейдегі олимпиадаларға қатысқан 88 оқушының 40-ы, республикалық зияткерлік интеллектуалдық сайыстарға қатысқан 53 оқушының 44-і, облыстық деңгейдегі зияткерлік олимпиадаға қатысқан 1439 оқушының 676-сы, аудандық деңгейдегі түрлі сайыс байқауларға қатысқан 154 оқушының 66-сы, 1-ші, 2-ші, 3-ші орындарды қанжығасына байлап марапатталды. Жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми жобалар конкурсында облыстық кезеңде 2 оқушы жүлдегер атанса, Ахмет Байтұрсынов ұлтымыздың ұлы ұстазы тақырыбындағы ғылыми жоба байқауының облыстық кезеңінде 1-ші орынды алып, 10 000 теңгеге ақшалай сертификат иесі атанды. Дәл сол күні республикалық әбіш оқуларының облыстық кезеңінде мәнерлеп оқу бойынша 1 оқушы, сахналық қойылым бойынша 5 оқушы жүлделі орын алды. Айқанат олимпиадасының республикалық кезеңіне 1 оқушы жолдама алса, әртүрлі байқау, зияткерлік сайыстардан 331 оқушы жүлделі орындарды алды. Оқушылар басшының қолдауымен, ұстаздың баптауымен талай шыңдарды бағындыратынына мектеп ұжымы кәміл сенеді. Тәрбие тал бесіктен басталады. Тәрбиесіз берген білім адамзаттың қас жауы ұстанымын берік ұстанған.
мектеп ұжымында тәрбие саласы бойынша да ауыз толтырып айтар жетістіктерге бай. Оқу жылы барысында ата-аналар қоғамның тәрбиесі мәселелері бойынша түрлі қайырымдылық шаралары мен мәдени спорттық шаралары, ашық есік күндері, жалпы ата-аналар жиналыстары жиі өткізіліп, үштік одақтың жұмысы тығыз жүргізіледі. Аудандық тұлпар мініп ту алған атты өнер фестивалінде мектептің талантты да өнерлі шәкірттері, домбырашылардан құралған оркестрмен, әуезді әндерімен, мың бұрала билеген билерімен, қазақтың ұлттық өнерін, киім кию мәдениетін, салт дәстүрін, өткен тарихын дәріптейтін сахналық қойылымдарымен көрермендер қошеметіне бөленіп, жүлделі бірінші орынды жеңіп алды. Мектеп лицей оқушылары қосымша білім берумен толық қамтылып, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің қатары жыл сайын өсуде. Жалпы 728 оқушының 451-і түрлі үйірмелерге қатысып, ұлғаю серпіні 70%-ды көрсетті. Жас өнерпаз ән-би үйірмесінің қатысушылары аудандық байқаулардан 12 оқушы, облыс байқаудан 5 оқушы, республикалық байқаудан 3 оқушы, халықаралық байқаудан 1 оқушы жүлделі орындарға ие болды. Қол күрес үйірмесіне қатысушы оқушылардың аудандық сайысында 20 оқушы, облыста 20 оқушы, республикалық деңгейде 9 оқушы, халықаралық аренада 2 оқушы мектеп лицей мерейін жоғары көтерді. Жеңіл атлетика үйірмесі бойынша ауданда 25 оқушы, облыста 16 оқушы, республикадан 4 оқушы, жалпы 49 оқушы жеңіс туын желбіретті. Қаруым білім менің, қуатым тілім менің, бабалар өсиеті сыйынар пірім менің, оқып тек білім алу мақсатым бүгін менің. Білімге құштар шәкірттеріміз білім көкжиегінде жарқырай берсін. Мектеп лицейдің мәртебесі биік, бағындырар белесі мол болсын.